Жанында адамдар болмаған ба, балам ал? Бүкіл жанында болған адамдардың бәрі қазір Жанбайын. Қалай пистолетте оқ болады, оқ. Бұлар ашейін әкелуші ғой. Әкелуші емес ма? Басшысы. Басшысы ғой енді. Басшысы осы. Басшысы осы болса бер қара. Жақтап жауабын демеші, ешкім ештеңе демейді саған. Қандай шешім қабылдадыңдар неше күннен бері? Мына жазын бұл сөткеден көп жаным. Семьяң бар ма? Атанаң бар ма? Балаларың бар ғой. Бәрі жақсы. Бұндай жағдайға бармасын, бер қара балам. Балам бер қара. Қандай диагнозды қойып жатыр айтыңдаршы. Неге шақырасыңдар, екі мәрте шақырдыңдар, келіп ішінде болыңдар деп. Сөйтесіңдер де біреуіңіз орындайтын керегі жоқ деп. Соны істеп отқан кім? Апай, бізге ең бастысы былай болған. Иә? Сот медициналық сараптаманы өткізуге туыстарынан бір кісі болу керек деді. Екі кісі деді. Содан кейін мен хабарластым. Самолетке билет алып қойдық деді. Иә, самолетке мені билет алып отырған кезде, сосын айтты, бірінші сұраңыз әке-шешесінен, келе ала ма, келе алмай ма деп. Сосын мен звондадым. Аға, сізбен Арман аға сіз ғой да? Жоқ, Арман аға. Арман аға. Есік жаппасысы. Қандай шешім шығып жатыр? Шамалап, айтшы соны. Қалай жібереміз енді бала-шаға немерелерді, а? Екі аяқпен кетті ғой. Сендер контрактпен служить етемін деп дайындалды. Түсініп тұрмын аға. Суицид қаяқтан пайда болды бұл жерде? Жігіттер, соның қазір... бұл жерде сендерде комиссия өтті. Медкомиссия өтті ма? Өтті. Профосмотр өтті ма? Өтті. Психотбор өтті ма? Өтті. Сендерге уже ол сендерге готовый солдат болып тұр сендерге. Уже 8 ай отслужил. Мен саған новичок емес, ол бір ай служить етіп, дедовщина көріп жатыр деген. 8 ай, ему через 4 месяца домой уже. Ол арғарай сендермен контрактқа отырмақшы. Қанша? 3 жыл ма? 5 жыл ма? Қаншаға отырады сендерді контракт? Соған 3 жылға отырмақшы еді сендерге. Рұқсат баға мен айтып жасам. Иә, айтып сал. Одан кейін қазір мына тура жанында болған қызметтес әріптестері бар. Олардың бәрін жібермеді, мен алып келейін деген. Мен хабарласқандағы сіз айттыңыз ғой, тура жанында застава керек, заставадағы офицерлер керек, контракттер керек деп. Мен екі жерлес солдаттарды алып келмекші болған. Военно-следственное управление маған бермей қойды. Пока тергеу жүргізіп жатыр. Өзіңіз барып, өзіңіз естіп келесіз, мен никак жібере алмаймын. Қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Мен жанында болған адамдарды жібере алмаймын деді. Сенді жібере алмасақ қайтесің онда? Бер қара балам, бер қарашы. Не шешім қойып жатсыңдар? Қасында біреу болды ма? Жоқ, бір өзі ма? Бір өзі ғана болған. Сендерді шешелеріңнен үстіп талықпен жіберсе қандай болады сендерді? Бер қара. Бер қарашы балам, біз сендерден әлі жауап аламыз да әдемілеп. Біреуің кел дейсің. Тоқтаңдар. Сөйлемей тоқтайтын. Балам. 80-дегі әжесі, тыңдаңдар. Кемей-ақ қойыңдар деген қайсың? 2 мәрте ит қылдыңдар ғой, бұлар дарбанға Шымкентке шейін барып күтіп тұрды. Самолет келеді, алып кетеді. Әже, рұқсат болса айтайыншы, жоғарғы басшылықпен мен сөйлестім. Иә. Моргтағы судья медицинский экспертизаның орынбасары бар, Әсел Болатына деген. Ол кісі маған айтты, постановление бойынша бізге қатыстыру керек па, керек емес пе, ол бізге қатысы жоқ дейді. Постановление шықса, қылмыстық іс бойынша. Біз жоқ шықты, туыстарын күтпейміз деді, біз экспертизаны бастай береміз деді. Экспертиз жасап қойдыңдар ма? Экспертиз жасады, бір айда оған кім рұқсат етті? Өздерің шақырып аласыңдар ма? Постановление бар. Постановлениені кім жасады сөзді? Военно-следственное управление жасаған әже. Сондықтан мен хабарластым. Өзіңіз келесіз бе? Мен ағасымен хабарластым ғой. Сіз келсеңіз, сіз қазір билет алсақ 17:50-де келеді екенсіз. Екінші күні, суббота күні бір-ақ эксперт болады дейді. Сондықтан мына жерде 2 эксперт болды, военно-следственное управление болды. Егер бүгін үлгермесек, дүйсенбі күнге қалдырамыз деді. Сондықтан бізде постановление қолымызға түссе, біз ешкімді күтпейміз деді. Сондықтан мен хабарластым Арман ағасына. Жаным, бер қара. Анау автоматтан кімнің қолының несі ізі бар, соны білдіңдер ма? Оны автоматының бәрінің қолында болған нәрсесін бәрін видеосъемкасын бағана сол ғой сізге айтқан. Видеосъемканы алып келші деді. Маған бермеді, аэропортқа келіп тұр. Оны қайерден алуымыз керек еді, тоқта балам, айт.
Қайерден алуымыз керек? оны қолыңызға бермейді апай, әже қызметтік тексеріс болып жатыр, қолыңызға бермейді. Мына Арман аға қазір мына іс-шараны өткізгеннен кейін барып келу бәрін өзіңіз сіз тексеруді толық қарай аласыз. Ана жерде видеоды тек қана сізге көрсетеді, бізге көрсетпейді, бізге көрсетпей қойды. Видеосъемка бәрін жасаған. Вышкана видеосъемка бар ма? Оның бәрі бар, қолымызға бар. Бізге мүлдем рұқсат берген жоқ. Түсіруге де, бірдеңені қозғауға да түк те рұқсат берген жоқ. Өздері түсірді, тексеру нелері. Сізге лично өзіңізге жаңа туысқандарыңызды көрсетеміз дейді. Вы не уполномочены. Қызметтік тексеріс болып жатыр. Біз сіздерге ештеңе қолымызға бере алмаймыз, ештеңе нете алмаймыз. Сендер сондай кескілейсіңдер. Бізді күтпейсіңдер ма сонда? Сонда мақұл, сендердің заңың заң, халықтың заңы заң емес па? Кім шығарды о заңды? Камера болу керек вышкада. Соларды тұру үшін, көру үшін. Сендер соны құртып отырсыңдар, бала. Неге жоқ? Сонша баланы, халықтың баласын шырылдатып шақырасыңдар да, осындай жағдайма қайтарасыңдар. Зорлық қонақ көтерсіңдер ғой, мысалы көшеде жүрген баланы. Алып кетіп, барлық комиссияны тексеріп, мен деген балаларды апарасыңдар. Сен көрдің ба, балам 15 кило таста жіберген. 85 килограммды. Кило тастаған балам. Түгі жоқ баламның. Қазір түгін көрсіңдер ма, мен баламды қандай қып жібердім сендерге? Қандай қып баламды жібердім? Қамақ жеген бала емес қой, қамақ жеген бала емес. Көрші баламның қандай қып жібергенсің, екі көзін қойып жіберіпсіңдер. Ой, апа қалай тоқтайды? Тоқта, мынама сөйлесіп алайыншы, жазып. Жазып алыңдар телефонға. Ертең журналистер келеді. Баланы күтіп алу. Қабытпен күтіп алу, екі аяқпен жібер. Неге 27-ге шейін балдарды армияға сұрайын дейсің, қай баламды жіберем? Тағы екі бәйтерегім қалды, қайсысын жіберем, қайсысын сендер тағытпен әкелет деп жіберем? Сен балам, бер қарашы. Жоқ, осындай қызметтесің. Сен не білесің? Не жазған бетіңдер, не әкеліңдер бізге? Баланы кесіңдер, кім рұқсат етті? Шақырған екен баратын еді. Ит қылдыңдар, Шымкентке барып ойбай самолетті күтіп отыр. Сонда сендердің куклаларың бар. Болмайды ғой бұл. Жауап беріңдер. Бала емес қой балам. Мына өзін өзі атпақ бала емес. Әбден қорлағасыңдар ғой, дымы қабаған. Басынан бас қабаған. Қорамайсың. Сенің балаң екенін сенамайсың. Қолының кірін көрсең, анау қиналған тырнақтың арасының бәрі кір арман. Қолың бәрі кір қазір. Не істедіңдер? Айтыңдаршы. Сонша қорладыңдар ма сонда, адамды шомылдырмадыңдар ма? Сонша мал ол, шошқа ма сонда? Бұлар үшін мал ашық қой, бұлар үшін. Ондай да мал ашық. Жоқ, қалай погон тағылысың солай. Әр сөзінде бұларды жауабын төлесін де. Қалай погон тағып офицер болып жүрсін де, балдары, міне, ол киімдерін көрсең, ана российский зонаның киімдері. Сол суретті көрсетейін ба? Балам тюремщиктің киімін киіп түсті сол кезде. Жүрегім қандай ауырды, соның апасына көрсеткенде өшіріп тастадым. Сонда сендер мына киімді үстіп киіп жүрсің. Менің балам білесіңдер ме, қандай тюремщиктің киімін киіп түсті. Бүткіл балам емес, сол жерде су ішетіп атқанның бәрі түсті тюремщиктің киімімен. Дәу киім түсіріп. Бар болса көрсетсе, айуандарға көрсетсейші. Сен тоқтыңдар сөйлеп. Сонда солардан ақша жемесеңдер болмас па еді? Ой, құдайым жемесеңдер болмас па еді? Мені үстіп боздасаңдар болмас па еді? Баламен берген сен жоқ. Сен де осындай қызметтесің ғой, иә? Ол баланы еліккен сөйерде сондайға жетеді. Не себеп бар сондайға? Әлде сендердің Қарны қорлығыңнан тоқ ба? болса, киімі бүтін болса, соғыс болып атпаса, бәрі идеальный болса, неге ол өледі? Қарны аштан атылмайды бала. Соған жауап берші, не үшін атылды? Не болды ол жерде? Сұрады ақшаны, түн сұрады ақшаны, салдым. Түнгі 11-де сұрады, айтшар ма? Ұйықтап қалған жерімнен түнгі 11-де сұрады, салып бердім балама. Балам заставада магазин жоқ, қаяқтан аласың деп сұрадым оны. Сонда да қойшы деп не қылмадым, біреуіне айтпадым, манерге жаста не қылмасыншы деп. Менен сұрады, әкесінен сұрады, мына жердегі бүткіл достарынан сұрады ақшаны 3 мыңнан. Күнделікті 3 мыңды не істеді бала? Сондайға не мәжбүрледіңдер, сондай баланы сондайға жеткізуге? Бала өте жақсы болған деп, басшылық бұрынғы қызмет орнында. 15 күнде грамота алған ғой. Рас, оны сіздерді өте түсініп тұрмыз, бірақ нақты
белгісіз жұмбақ болып тұр. Олар психотесттен өтті Соның ғой. бәрін түсіндім, Өз-өзіне Оны қол өзі- жұмсайтын адам өзі айтты психотесттен бастығына. өтпейді ғой бұл. Бастық- Зайсанға барды, Өскеменге барды, Түркістаннан 3 жерден өтті ғой психотесттен. Жұрттың өтпеген психотесттен өтіп кетті ғой менің балам. Соның бәрін айтты, өзі де айтты, осы застава ұнады, мен осында қалам деп бастығына айтты. Бастығының әкесі қайтыс болып, осы тоже Шымкенттің баласы осында жүр. Өзі де қайтыс болды. Енді Адресін берші. Адресін бер. адресін білмеймін абай, солай баланы Баланың фамилиясын аты жөнін айтшы. Ол жерде қалам деген. деп айтты. Атқан балаға ұқсамайды. Өзін өзі атса дәл осылай қорланбайды балам. Бәрін де перзенттерің бар. Жуылған баланың несі емес мынау. Сендер көрмедіңдер ма, табытқа ғана сап әкелдіңдер ма? Көрдіңдер ма? Сендер жусаңдар қол қалай неге шөткілап жумайсыңдар ма, шешесі көретін еді ғой деп шөткілап. Көрмей қалар едім ғой соны мен қиналғанмын. Өзін өзі атып қай жерде бүйтіп тырмалап өлді ол. Ол сразу атқаннан кетті ғой бұл. Шекараны күзету, салдықта не қатысыңыз бар, не үшін деп тұрсыз? Жеке құрамның УК-да жауап береміз.